Қайырлы күн оқушым, сіздермен мен байланыста Сәлім Қойшыбай. Бүгінгі біздің үйрететін тақырыбымыз ол теңдеулер жүйесі. Мен сіздерге оның барлығын алмастыру тәсілімен үйретеміз, себебі осы тәсіл тесттің ішінде ең тез шығаруға және тез түсінуге оңай әдіс. Ал ендеше кеттік. Бірінші сөзіміз x қосу y тең 10, x азайту 2y тең 4. Қарашы, теңдеулер жүйесінде бізде екі белгісі бар. X және y. Кейде ол A және B, кейде M және N. Біздің жағда X пен Y. Жай ғана теңдеуде, жай ғана бөлшектік теңдеуде бізде бір ғана белгісі болады. X, A, B, Z десек, Y. Бұл жерде екеу. Сонысымен бұл ерекшелік. Енді қалай шығарамыз? Мына X қосу Y тең 10-ды жазып алайық. Осы жерде X-ті өрнектейік. X тең болады 10, мына плюс Y теңдіктің 10 жағында минус Y болып барады. Сонда x неге тең? X тең 10 азайту y-ге. Мына теңдеудегі x азайту 2y тең 4 дегендегі x деген сөзді орнына 10 азайту y тапарамыз. Яғни x-ті жазбаймыз еді. Оның орнына 10 азайту y дейміз. Қалып болған санды сөзді жазамыз. Минус 2y тең 4. 10 тұра берсін. Минус 2y болады минус 3y тең 4. Минус 3y тұра береді, 4 тұра береді. 10 теңдіктің 10 жағына минус 10 болып барады. Сонда минус 3y тең болады 4 азайту 10 минус 6-ға. Y тең болады минус 6 бөлінген минус 3. Сәйкесінше y тең 6-ны 3-ке бөлсек 2, минус бөлсек плюс. Y-дің мәні 2 тең. Енді біз x табу үшін x тең болады 10 азайту дейміз де y-ті жазып қоямыз. Y 2 тең. Сонда x тең болады 8-ге. Есеп шықты. X табылды, y табылды. Енді біз бұның жауабын жазуымыз. Бұның жауабын қалай жазамыз? Жауабы жақшаның ішіне жазамыз. Жақшаның ішінде 2 сан тұрады. Бірінші ылғи x тұрады. Жақсы ма, қараңыз? Екінші y тұрады. Егер A тұрса, B тұрады қасында. M арқылы шығарсақ, келесі сан N тұрады. Орындарын ауыстырмасақ болғаны. Егер орындан ауыстырмасақ, онда есеміз әлбетте қате болады. Сіз бірінші болып y таптыңыз, 2 шықты. Сосын барып x таптыңыз, 8 шықты. Бірақ сонда да бірінші болып жауабына 8 жазамыз. Сосын барып 2 жазамыз. Тест нұсқаларында A тең болады 2, 8. B тең болады 8, 2 деп тұру мүмкін. Яғни сіз екеуінде айырмашылық жоқ қой деп ойласаңыз, онда қате. Яғни біз бұл жерде қайсысын белгілеуіміз? 8 және 2 дегенді B-ны. Егер сіз y-ті тауып, 2, x тауып, 8 деп, нені бірінші таптың, соны бірінші жазам деп 2 мен 8 белгілесеңіз, онда қателесіп кетесіз. Бұл есептерді тексеруге болады. Оңай болған соң тексере берейік. X бізде 8-ге тең, y бізде 2-ге тең. 8 қосу 2 10-ға тең. X бізде 8-ге тең, y бізде 2-ге тең. 2 көбейту 2 4 болады. 8 азайту 4 тең болады 4. Яғни x пен y-дің мәнін өз орындарға қойған кезде мына 10 мен 4 шықты. Сәйкесінше есебіміз дұрыс.